Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында қызыл ірімшікті дайындаудың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен қолдың сүтін пайдаландым. Өте майлы болып шығады қолдың сүтімен. Жобамен 3 литр сүт. Жылытамыз бірінші. Осы сапырып отырамыз. Жақсылап сапырып араластырдым. Сармай осылай бетіне шығады. Сүтіміз қайнады деген кезде сүтінен айран қосамыз. 350 мл айран қостым. Және тағы сапырып қайнатып отырамыз. Айранымыз іркіп, осылай бөліне бастайды. Тағы да араластырып қойдым. Жақсылап араластырамыз. Су бөліне бастады. Байқап отырдыңыздар. Осылай араластырып отырдым. Осылай көк суы бөлініп қатты қайнаған кезде, творог сияқты қалған кезде, пештің қызуын азайттым. 4-ке қойдым. Максимально бізде 6. Сол қалпында 3 сағат қайнатамыз. Араластырып қойып отырыңдар арасында. Суы шамалы таусылады, азаяды. Түсі де өзгереді. Осындай сары түс болған кезде үстіне 200 грамм қант қостым. Осылай жақсылап араластырдым. Тағы бір қыткызып қайнатып аламыз. Түсі осындай сарғыш, қызыл теңбе, сарғыш теңбе осындай түске енген кезде пешімізден түсіреміз де осылай сүзіп аламыз. Ірімшігімізді осылай суынан сүзіп аламыз. Сығамыз әбден. Жақсылап сығып аламыз. Осылай ірімшігімізді әбден суын шығарып, осылай сығып аламыз. Өзіңізге ыңғайлы ыдысқа салыңыздар. Мен осылай ыңғайлы ыдысқа формасында келтіру үшін осылай ыдысқа салып, үстінен салмақпен басып қойдым. 1 килограммдық зат қосаңыздар болады. Суы әбден суалды деген кезде, бірақ холодильникке салып қойдым. 1 күн тұрды. Ал біздің ірімшіктеріміз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Үй жағдайында өте ыңғайлы. Және де мен YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де достар, үй жағдайында сыр жасаудың рецептісін мен бөліскен болатынмын. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Айман ас болсын.